Сәлем достар. Жақын арада жаңа iPhone 14 жаңа өзгерістермен шығады. Видеоны басамас бұрын әлдетейіндей каналға тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар. Сіздермен мен құрмет техноIT арнасы. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен телефон бағаларына келейік. iPhone 14 $799 басталады. iPhone 14 Max $899. iPhone 14 Pro мен iPhone 14 Pro Max $1199 басталады. Ескерте келейін, бұл ақшта налогсыз санағанда, ал Еуропа жақта және ТМД елдеріне келгенде бағалар жоғары сатылады. Ең алдымен көзге түсетін екі рет кесілген кескін, яғни бұрынғы модельдерді өзгерткен. Егер де кім білмесе, бұл жерде камера және Face ID және датчиктер орналасқан. Найтун Мат Файт пен Марк Рурман айтуы бойынша, бұл екі кескін жиі экран бетінде дәрумен секілді бір кескін болып көрінеді дейді. Айтпақшы, камераға қосалқы фишка орналасқан. Ол камера қосымшасының дизайны өзгереді, батырмалар үстіге көтеріледі дейді. Сіздерге қалай? Телефон атауы. Бұл жылы 4 телефон болады. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Бірақ та iPhone 14 Max iPhone 14 Plus болып есептеледі дейді. Марк Рурман порталы жазу бойынша. Көз алдымыздағы чехолда көрсетіп тұрғандай, iPhone 14 Plus болады екен. Осы жылы шығатын айфондардың техникалық сипаттамасы осындай болады. iPhone 14 пен iPhone 14 Plus нұсқасында процессоры былтырғы Apple A15 Bionic процессоры орнатылады. Ал iPhone 14 Pro мен Pro Max мықты нұсқаларында процессоры Apple A16 Bionic және де Android'тағы ең танымал фишкалар Always On Display, яғни әрдайым жанып тұратын дисплей фишкасы орнатылады. Осымен видео аяқталған жоқ. Сіздермен болған канал техноIT. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңдар.